Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге криптоманияк. Бүгін өте ұзақ видео болуы мүмкін, себебі мен бүгін осы уақытқа дейін қандай NFT ойындарға кірдім және де қандай NFT ойындарға болашақта кірейін деп жатырмын, қандай NFT ойындардан дәл қазір ақша тауып жатырмын, қандай NFT ойындардан мен ақша жоғалттым, барлығын айтып беретін боламын. Сол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Видео ұзақ болуы мүмкін. Мен шынымен де маған қатты ұнайды NFT ойындар, крипто барлығы маған шынымен қатты ұнайды. Сол себепті мен болашақта осы каналды сіздермен бірге дамытсам деген ойым бар. Сол үшін міндетті түрде әлі каналға тіркелмеген, бірақ сізге де крипто қызық, NFT ойындар қызық болатын болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, және де менің телеграм каналым бар, описанияда тұрады. Сол телеграм каналға да тіркеліп қойыңыздар. Болашақта өзіміз группа ашып, бірге проекттерге кіруге тырысып, біраз нәрселер, қызықты нәрселер істеуге тырысатын боламыз. Және де қараңыздар, енді мен бүгін сіздерге ең бастысы мен қандай сеттерде осы уақытқа дейін жұмыс жасап көрдім, қандай ойындарға кіріп көрдім, барлығын айтып беремін. Ең бірінші біз давайте менің таблицамнан бастайық. Excel менде алдын телефонда заметкада болатын, тек қана Excelға жақында ғана өткізуді бастадым. Жай Excelге өткізіп жүрмін. Әлі бұл жерде менің қалып кеткен проекттер бар. Қараңыздар. Ең бірінші бұл жерде давайте ең бірінші ең үлкен ақша табуға мүмкіндік, бірақ мен жоғалтқаннан бастайын. Қараңыздар, ең бірінші бұл жерде CryptoFarms. Мен бұл жерде бір NFT алған болатын, 250 ваксқа, 280 ваксқа мен сатып жібердім. Ол әрине баяғыда болған, біраз уақыт болып қалды. Қараңыздар, CryptoFarms деген ойын, бірақ мен 30 вакс таптым. Міне плюс деген, минус деген бұл мен жоғалтқаным. Описание деген типа кішігірім, мен не алғанымды, қандай сетте болғаны жайлы заработок вакс. Мен типа вакста қанша ақша тапқаным, менде бұл таблица негіз тек ваксты ғана жазам деп ойлағам басында, бірақ қазір барлығын жазуды дұрыс көрдім. Расходы тоже, проекттердің аттары. Қараңыздар, енді CryptoFarms жайлы ең бірінші басынан бастағым келіп тұрған жоқ. Мен просто ең көп ақша табуға мүмкіндік болды, бірақ мен жоғалтқанынан бастайын. CryptoFarms. Давайте қазір мен CryptoFarms маркеттен табамыз. Шығу керек. Міне CryptoFarms шықты. Және де бұл жерде мен қараңыздар. Дәл қазір шынымен де өте қызық. CryptoFarms шығуға 2-3 күн қалғанда мен осы ASIC-ті алған болатынмын. Қазір $1 тұрады. Мен ол кезде $40 алғанмын, примерно плюс-минус. Ал енді қараңыздар, осы ASIC-ті мен примерно $40 осы жерлерде алғанмын. Жоқ, бүкіл бұл ал дұрыс емес. Міне. Мен осы жерлерде алғанмын. Кейін қараңыздар, бұл ASIC-тің ценасы қаншаға дейін барды. Пикында $350 болды. Ол средний ценасы, ең қымбат сатылған, ең қымбат сатылған $309 болған екен осы уақытқа дейін. Енді мен сол $40-дан ASIC-ті алып, ойын шыққаннан кейін 2 күннен ойын шықты, одан кейін көтерілді. Көргендеріңіздей $70, $80, $60, $84 мен ең көп сатылым болған осы ойын шыққан күні болу керек. Одан кейін қарасаңыздар, көтеріліп кете берді. $300 просто так $250 жасауға болатын еді осы жерде. Мен просто сәл ұстағанымда сол NFT-ді, бірақ мен ойын шықты. Менде бірақ NFT бар, кіру үшін минимум 3 NFT керек болды. Сол үшін мен лучше сата салайын деп, сәл үстіне қосылған кезде сатып жібердім. Бірақ менде өздеріңіз көргендей $300 жасауға болатын еді. Қазір вакстың ценасы түсті, ол кезде вакс қымбаттау болған, плюс-минус $400 еді ол кездегі курспен. Енді өздеріңіз, мен примерно $350 плюсқа шығуға болатын еді, бірақ әрине мен оны жібердім. Мен ерте сатып жібердім. Осындай қызықтар болады. Одан кейін Sailor's World, шынымен де бұл тоже сондай тема. Қараңыздар, Sailor's World. Мен бір корабль ағам ол жерде. Тоже ол бірақ корабль болғанда мен сатып жібердім. Міне Sailor's World шығып тұр. Мен әлі білем бұл жерде именно қандай корабльді ағанымды. Корабльдар бұл жерде көп. Мен Ships'та промодағын алғанмын. Қазір сәл обновление болсын. И реалити таңдаймыз мына жерден. Промо таңдаса қараңыздар енді. Промода дәл қазір Guppy. Мен Guppy'ді алған болатынмын. Guppy қазір $6 тұрады. Әрине қазір өте түсті. Мысалы, себебі ойынның шыққанына өте ұзақ уақыт болды, өте көп жұмыс жасап келе жатыр ойын. Мені қараңыздар, мен $27 алғанмын, примерно, или одан аз еді. Менде мүмкіндік болды $150 сатуға, ең көп мына жерде болған екен. Ең қымбат корабль $639 тұрған екен, Guppy, 639.
$639 тұрған мен шынымен білмеймін ол қай уақытта болған. Мен примерно соңғы рет $200 мен сатуға мүмкіндігім болғанын көрдім. Просто мен сатып жібердім, 2-3 күннен кейін Sellers World шықты. Одан кейін ценасы көтерілді. Көтерілген кезде мен $200 ценаны көрдім. Ең арзан купи сол кезде $200 тұратын еді. Мен одан кейін қарамадым бұл Sellers World-қа. Бірақ Sellers World жұмыс жасап келе жатқанына өте ұзақ уақыт болды. Кім басында кірді, барлық ақшаларын ақтап алды. Мен осы жерлерде кірген адамдар уже ақшаларын ақтап, үстіне даже 4-5x-тан көрді. Және де корабль алып сатқандар көргендеріңіздей ең қымбат купи $638-ға сатылған. Ал енді просто так басынан бастайық. Titan Arena деген мен көп нәрсе айтқым келмейді, себебі бұл шынымен өте танымал ойын. Бұл жерде персонаждар алып, атсастар менде видео болған Titan Arena жайлы. Міне бір видео, 2 видеодай болған мен қателеспесем. Міне екіншісі. Titan Arena жайлы менде 2 видео болған. Мен Titan Arenaдан көп таптым деп айта алмаймын, бірақ өте ұзақ уақыт алды. $85 тапқан екенмін. Heroes Empires, одан кейін Heroes Empires тоже Binance Smart Chain сетінде. Бұл Heroes Empires'қа да қателеспесем, видео болған, міне көргендеріңізде. Осы Heroes Empires жайлы. Бұл жерде де мен тоже өзім кішкене командам жинап ойнаған болатынмын, және де ол жерде $62 тапқам. Әрине Heroes Empires, Titan Arena дәл қазір де жұмыс жасап келе жатыр, бірақ мен ол екі жерден де шығып кеттім. Қазір мысалы қарасаңыздар Heroes Empires токені. Мен шыны керек, Smart Chain'дағы ойындар маған қатты ұнамайды, себебі өте ұзақ уақыт кетеді шығуына. Мысалы бір ойынды сіз 1 ай, 2 ай аз дегенде күтесіз, көп дегенде 1,5-2 жылға дейін күтуге болады. Мысалы сол Miners of Talania 1,5 жыл күтіп енді шықты. Дәл қазір жай көтеріліп келе жатыр. Әлі дұрыс демейді, бактар бар. Мүмкін Miners of Talania мен қарап жүрмін қазір. Көргендеріңізде мені Heroes Empires шыққанына өте ұзақ уақыт болды. Мысалы ал дейтін болсақ, көргендеріңіздей мені қазір токен ценасы өте қатты құлады, бірақ осы ценамен де ақша тауып жүрген адамдар бар. Мысалы үлкенірек командаңыз болса, күніне $5-6 қазірдің өзінде жасауға болады. Одан кейін басымның вакстары, Pokemani деген ойын болды. Бұл шынымен гем болған ойын. Pokemani шынымен дәл қазір әлі де жұмыс жасап келе жатыр. Мен Pokemani'ға $56 салған болатынмын. Одан кейін мен екі персонаж NFT персонаж алғам, NFT персонажымды сатып жібердім. $18 минуста, себебі Pokemani маған ұнаған жоқ. Қазір жазып тауып көре алаңыздар. Мені Pokemani осы болу керек, қателеспесем. Мені Pokemani'дің минусы ең қатты ұнамайтыны маған осы көргендеріңізде типа машиниктер анау-мынау мені опасно деп тұрады. Бұл баяғыда басқа сайт болған, просто переделывать еткен, менің ойымша сондай. Просто игнорировать етіп кіріп жүргенмін мен. Дәл қазірдің өзінде бұл жерге ақша табуға болады. Мен ең басында кірген бұл ойынға примерно қазір менде бұл ойында әлі шықпаған кезде мен уже плюста болатын едім, тіпті 2 есе. Мысалы $56-ды уже $120-130 дейін жеткізуге болатын еді. Әрине ол қатты ішің ашымайды, бірақ сонда да әлі де жүрген кезде мен әлі де ақша табуға болатын еді деп ойлаймын. Міне lowest price ең арзан қазір Pokemani'лар $22 тұрады. Мен $12-ға сатып жібердім. Өзінің типа монетасы бар бұл жерде, NGN деген ба, сондай қателеспесем сондай монета болу керек. Бұл жерде тоже көргендеріңізде жақсы жұмыстар болып жатыр, тоже жақсы істеліп жатыр. Менде 1 жұлдыздық бір персонаж еді, одан кейін 2 жұлдыздық бір персонаж еді. Мен именно осыған ұқсайтын персонаж менде $22 сатуға болатын еді. Мен $12-дан ба, $14-дан ба сатып жібердім. Үйті ойында мен біраз уақыт ойнадым, яғни стейк ететін. Бұл жерде стейкинг етесің. Стейк істеген үшін саған монета береді. Мен примерно ол жерден Pokemani'дан $38 тапқан екенмін. 18 минуста $18, яғни 2 персонажын мен $25-ға саттым. Одан кейін стейкингтен қалғаны табылған. Одан кейін Lost Sailors деген тоже Vax'тағы ойын. Vax'та Lost Sailors мен шынымен ақша жоғалттым, бірақ Lost Sailors тоже жақсы шықты. Өте жақсы ақша тапқан адамдар бар. Мен де ошибка болды. Мен Lost Sailors кемелердің барлығын әдемі алғам, бірақ
дұрыс жасамадым, себебі мен ерте шығып кеттім, сәл ұстау керек еді. Қазірдің өзінде істеп жатыр деп ойлаймын. Иә, қазірдің өзінде бар. Қазір өте аз тұрады, көргендеріңіздей 003 003. Бұлар мысалы осы перс 14-15 долларға дейін барған ценасы. Бұл жерде тоже біз корабльдер аламыз, корабльмен жұмысқа шығамыз деген сияқты. Міне 15 долларға барған екен. Кораблімізді типа жібереміз басқа мореларға, сол морелардан барып балық аулайма, ақша тауып келеді, короче. Өзі осы ойынның токен тауып келеді. Бұл ойын тоже Lost Isles жақсы, бірақ мен қалай екен білмеймін. Барлығы ақша тапты, мен бірақ жоғалттым. Шынымен сол қызық болды, себебі менде көргендеріңіздей 80 ғана вакс салғанмын. Ол жерге мен басында кірдім, және де персонаждар дұрыс таңдамадым мен. Шыны керек. Одан кейін Age of Farm Авагучи білесіздер деп ойлаймын, себебі Авагучиға мен ролик түсіргенмін. Авагучиға ақша салмайсың, міне 1, 2, 3 ролик түсіргенмін Авагучиға ақша салмайсың, просто ол Авагучи деген біз ақша салмай табуға болатын, ең көп ақша салмай ақша табуға болатын ойындардың бірі еді. Қараңыздар, мен 4 матик просто комиссиялар бар, и бір перс аренда қалдым, мен 30 матик тапқам. Яғни мен 3 күн ба ойнадым Авагучиді. 3 күнде 30 матик деген ол кезде 45 доллар еді. 45 доллар мен примерно сол ойыннан 3 күнде таптым. Тіпті 2,5 күн мен есімде, себебі маған ролик түсіру керек болды. Сол үшін 8 сағат тоқтамай ойнадым ролик үшін. И сол жерде мен жақсы таптым. Одан кейін тағы бір 2 күнде өтірік ойнап жүрдім. Күніне 4 сағат, 5 сағаттан, но көргендеріңіздей солай шықты. Одан кейін тағы да жасылдар бітіп тастайық. Бірінші Титан Арена барлығы бітті. Жасылдар, қызылдардан Meta Galactics қалды. Meta Galactics'та мен дроп болды, бір NFT алдым. Сосын 2 есе арзанға сатып жібердім, себебі Meta Galactics деген ойын шықпай жатып өлді деп айтуға болады. Мысалы қараңыздар, бәріміз, мен шыны керек қатты күтпедім, просто дроп болып жатыр, дропта арзандау болады, алып ертесіне қымбат сатып жіберем деген ой болған, бірақ сата алмадым. Қараңыздар, мен пак алдым ол жерде. Пактар қамаған екен, қазір планеталар ғана қапты. Планет пакмен тұр, ең астында планет пак тұр. Мен осындай обычный пак алдым, яғни осы пакты алған болатын. Мен 60 долларға алғанмын. Міне мен 60 долларға алғанмын. Ең қымбат пак 209 долларға сатылған. Мен оны білмедім, 209 долларға шынымен сатылған ба. Мен 60 долларға алғам. Басында сатылған екен, бұл сейл біреу, бұл дроп ештеңе болмай тұр. Просто бір кейбір адамдар бар, сондай дроп ештеңе болмай жатып алады. Мүмкін разработчиктардың өздері просто сатып алған. Типа осынша ценадан сатылды деп көрініп тұру үшін. Мен осы жерде дроп болды. Осы дроп болған күні 15 күні 24 сейл болған екен. Мен 60 долларға дроптан алдым. Одан кейін 67 доллар цена болып тұрған кезде мен сатамын ба деп ойладым, бірақ сатпадым. Одан кейін түсті көргендеріңіздей, примерно мен қателеспесем 26 доллардан, 26 или 25 доллардан саттым. Құтылғаныма шыны керек, қатты қуандым. Ертесіне одан қатты құлады, қазір уже вообще жоқ деп айтуға болады ценасы. Осы Meta Galactics деген мен шықпай жатып өлген ойындардың бірі. Одан кейін Pokemon мен өзім дұрыс істемедім. Одан кейін Lost Isles мен ол жерде де өзім дұрыс істемедім, бірақ ақша тапқан адамдар өте көп болды. Ал енді көктерге келейік. Жасылдар мен қызылдардың барлығын бітірдік. Енді көктер. Age of Farmingқа мен видео түсірген болатынмын. Мына қазір Age of Farming мына гейм деп шығарған мен оны. Маған қатты ұнайды осы ойын. Age of Farming мен тұр. Мен әлі де бұл жердемін. Мен ол жерде ойын шықпай тұрып 4 күн алдын видео түсірген болатынмын. Және де бұл ойында мен просто пактар, яғни копиоларды, өзімнің NFT-ларымды флиппайт етемін деп ойлағам, и ойын басталғаннан кейін кірем деп ойлағам ойынға. Бірақ олай жасаман, мен ойында флиппайт етпедім ештеңе, ойын басталғанын күттім просто. Басында мен ойлағам, план былай болған. Мен ойын басталуына 1 күн қалғанда барлығын флиппайт етем, и ойын басталып 1 күннен кейін ойынға кірем деп. Если ойын жақсы шықса. Себебі кейбір ойындар бар, именно вакста 1 күннен кейін уже құлап жоқ болып кетеді. Бірақ өмір сүретін ойындар да бар. Міне қазір Age of Farming'те мен отырмын. Қазір менде NFT-ларым бар. Что-то өтірік. Бұнша көрінбес менде. Бұл жерде мен
ақшамды әлі ақтап болмадым, бірақ NFT-ларымды сатсам әрине мен ақтап аламын қазір, бірақ сатуға дәл қазір сататын ойым жоқ. Былайша айтқанда мен итак бір анкаманка, яғни бір NFT саттым. Қазір былай көріп шығайық, қараңыздар. Excelға кіретін болсақ, менде осы именно Age of Farmingқа 1040 вакс салған екенмін. 693 вакс ойыннан шығардым қазір. Менде 3 NFT карта бар қазірдің өзінде. Яғни минуста плюста жоқ, себебі әлі ойыннан мен шықпадым. Ойыннан полностью шыққаннан кейін мен минуста екенімді или плюста екенімді сол кезде жазамын. Одан кейін қызыл цвет деген мен ойынна ұтылдым деген сөз, яғни ақшамды ақтай алмадым деген сөз. Жасыл цвет мен кішкене болса да ақша таптым деген сөз. Ал көк цвет мен әлі ойындамын деген сөз. Мына Age of Farming ашыла салсын, қазір кішкене көрсетіп кетейік. Шыны керек маған вакста ойындардың бәрі қызық емес негізінде, бірақ осы ойын өзіме ұнайды, себебі көп ойындарда сен әр сағат сайын басып отыру керексің. Ал бұл жерде өзінің плюстары бар, бірақ минустары да бар, минустары өте көп. Мысалы қазір мен клеймит етіп қойдым осыны. Маған осындай монеталар алып келеді. Осы тастарым әр сағат сайын 5 монета, 6 монета алып келеді. Міне бұл жерде сағатқа жіберуге болады, және де 8 сағатқа жіберуге болады. Мысалы қараңыздар, мен қазір 1 сағатқа жіберіп жатырмын, себебі мен қолым бос 1 сағат сайын кликать ете аламын, кнопканы баса аламын. Ал 8 сағатқа ұйықтайтын кезде жіберсеңіздер болады. 8 сағат кетеді. 8 сағаттан кейін басасыздар. Міне мен 1 сағатқа жібердім қазір. И осыны да 1 сағатқа жіберемін. Қазір көргендеріңізде менде 4 NFT карта бар. 4 NFT картамды мен сататын болсам, әрине мен ақтап аламын. Қазір Алкорда ценасы бар. Міне көргендеріңізде ауыф. Міне мен тасты әр сағат сайын 10 тас тауып отырамын мен. Қазір ценасын қарасаңыздар. Қазір ценасы өсті. Кеше ғана 0.06 еді. 0.6 деген өте нашар еді. Міне ең бірінші шыққан күні, мысалы, примерно 0.43 болды. Bir күн ғана болды. Одан кейін бір күннен кейін құлап 0.22-ге барды. Қайтып көтерілді. Одан кейін қайтадан құлап келіп, міне бүгін ғана көтерілді. Себебі кеше патч болды. Патч болғанда, яғни обновление болды сол ойында. Обновлениеда бізде өте қызық нәрселер болды. Мысалы, крафтингке кіретін болсақ, мысалы, жаңа NFT карталар шықты. Яғни жаңа NFT карталарды біз осы токенге крафт ете аламыз. Яғни мен осы тастарыммен жинаған деревамды сатпай, осындай NFT картаны крафт етсем болады. Яғни бұл картаны маған крафт ету үшін 460 тас керек, 650 ағаш керек. Крафттасасыздар, крафт болады. Ал енді қараңыздар, бұл карталар қазір қанша тұрады? Қазір қымбат тұрмайды. Age of Farming қазір табамыз. Міне Age of Farming. Міне қазір менде копио бар, $8 тұрады екен. Одан кейін дерево бар, $18 тұрады ең азы. Сосын тас бар менде, тас $20 тұрады. Примерно $50 болады. Барлығын сатсам $50, мен $50 қазір вакспен санағанда, вакспен қазір есептеп көрсек. Мысалы 50 көйтеміз. Қазір вакстың ценасы түсті. 0.21, 0.22-ден есептеп берейік. Жоқ, қате. Мысалы $50 көй. Жоқ, мен қате істеп жатырмын негізі. Біраз нәрсені қате істеп жатырмын, қазір тұра тұрыңыздар. Міне 94 вакс, 96, 200. Жоқ, $50 мен қате айтқан екенмін, себебі менде 2 тас бар, 2 тас $40 болады. И дерево тоже $18-дан есептеп берейік. Ең арзан дерево $18 тұрады екен. 40, 58, почти 60, $68 бар менде қазір. $68 вакспен есептегенде көп болады. Мысалы 400 вакс есептеп көрейік. Примерно 350 вакстай болады. Яғни дәл қазір мен барлығын сататын болсам 693, 350 примерно плюсқа шығамын, 5-6 вакс. Бірақ қазір мен сататын ойым жоқ. Age of Farming мен почти плюстамын деп айтсақ болады. Әрине түсіп кетпесе. Одан кейін SFL. Яғни бұл SFL деген Sunflower Lands. Sunflower Lands'та мен бұл жерде де ақша салудың қажеті жоқ. Бір матик басында фирма алғаным үшін типа бета болды. Бетада бір матикке бір фирма берді тегін.
мен 2 ферма алдым, 2 матик кетті, одан кейін ары 2 комиссиялар кетті. Негізінде бір компьютерға бірақ ферма ашуға болады. Мен бірақ 2 ферма аштым, рисковать еттім. Әлі заблокировать еткен жоқ, бәрі нормальный әзірге. И 10 матик мен бұл жерде сәбіз саттым 10 матикке. Қазірше мен почти плюстан, бірақ шықпадым мен бұл жерден, себебі мен қазір қызыл нәрселер айтам. Sunflower жайлы, мен де Sunflower көргендеріңізде фермам жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде осындай өзіміздің жинаған сәбіздерімізді басқа да неме, мысалы редиска, пшеноны сатсақ болады басқа адамдарға. Яғни Telegram арқылы сіз оған пшено жібересіз, ол сізге ақшасын жібереді деген сияқты. Одан кейін менде екінші аккаунт бар. Және де менде екінші аккаунтта дәл қазір мен бір чучеланы крафт етейін деп жатырмын. Ол чучело нормально тұратын еді. Қазір сәл ценасы түсіп қалды. Қараңыздар, менде қазір 9 сағаттан кейін 4 бидай дайын болады. Менде қазір кіріп 96 бидай бар менде. Маған крафт ету үшін ол персонажды редкеға кіріп, мысалы мен осыны крафт етейін деп жатырмын. Нэнси аты, ол үшін 100 бидай керек, 50 дерево керек, 10 монета керек. Менде қазір 7-2 монета бар. Монета қиын емес, себебі мыналардың барлығын алып сататын болсам, менде де сататын нәрселер бар. Қазір мысалы 15 осы бар. Осыны өзін сатқанның өзінде менде вроде шығу керек. Міне қазір 12 асты. Көргендеріңізде мен бидай ғана күтіп отырмын. Бидайды крафт ететін, бидай табатын болсам, осы чучеланы крафт етемін. Бұл чучела біздің урожайымызды 15%-ға тез өсетін қылады. Және де бұл чучеланы мен сатып жіберсем болады. Қараңыздар, OpenSea ашамыз. Мен ешқандай ақша салмадым бұл SFL-ға. Ең арзан чучела $40 тұрады. Яғни мен $40-ға дәл қазір осы чучеланы сатып жібере аламын OpenSea-ға. Мен бүгін көремін, мүмкін сатам, мүмкін сатпаймын, себебі бұл чучела өте қымбат тұрған кездер болды. Қазір қарасақ, мысалы sell, міне осы сатылған бағалар қарайтын болсақ 0.14. Мынау бір күнде почти 10-15 чучела сатылады. Сол үшін ешқандай қиындықсыз мен сатып жібере аламын. Қазір мен түсіре беретін болсам кете береді. Былайша айтқан кезде бір апта алдын именно осы чучела $100 тұрды. Көргендеріңізде 2 есе ценасы түсіп кетті, $40. Бірақ 2 апта алдын $100 тұрған. Мен $100-ға қазір сатқанда бәрі жақсы болатын еді. Бірақ қазір мен $40-ға сатам ба, сатпайым ба ойланып отырмын. Одан кейін екінші чучеланы крафт етемін деген ой бар. Оған тоже 400 пшено керек. Әлі 9-на токен сатылымға шығады. Барлығын көреміз. Қараңыздар, $223 тұрады бұл чучела. Мен ешқандай ақша салмай, былайша айтқан кезде осы жерден таба аламын. Мен қазірдің өзінде 100 пшеном сатсам, сатып алатын адамдар бар. 0.23 центтен ба, 0.30 центтен сатуға болады. Примерно $30 табуға болады. Бірақ мен Нэнсиді крафт еткім келді. Лучше адамдарға сатқаннан OpenSea-да немеда. Мысалы қорқпайсың да, ол жерде мысалы 100 чучелоны 100 пшеноны біреуге аударып жібересің, ол ақшасын бермей қою мүмкін, қадап кету мүмкін, лақтырып кету мүмкін. Ондай өте көп. Мысалы қараңыздар, қазір жаңалық шықты. Міне майдың 2022 жыл май. Енді қараңыздар, 4 майда бірінші бөлімнің соңы және миграция болады. Миграция деген қатты түсінбедім. Одан кейін 9 май күні запуск токені. Яғни 9 май күні біз жинаған токендерімізді сата аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғанда, менде 12 токен бар. Мен вообще токен жинаған жоқпын. Ештеңе жинаған жоқпын мен. Только фермамды дамыттым. Былайша айтқанда, сізді ең басында ферма менде 5-ақ слот болады. Былайша айтқанда, короче, мен фермамды дамыттым. Қызық болатын болса, жай ғана видео бар менде SFL жайлы. Міне, біреу. Бірінші бета тіркеліп отқан кездегі. Сіздер осы видеоны көріп, менімен бірге тіркелген кезде, сіздер де қазір дәл осындай ақша таба алатын едіңіздер. Екіншісі, бұл уже мен сәл дамыған түрім. Яғни менде фирма ең бірінші, ең аз фирма аштым, одан кейін фирмаларым үлкейді. Мысалы қазір осы 2 видео бар. Көріп шықсаңыздар болады әрине. Ол жерде де өте қызықты ақпараттар бар. Одан кейін Let Me Speak. $90 салғанмын мен, дәл қазір ештеңе таппадым. Let Me Speak деген маған қатты ұнайтын проект, және де ол Solana'да. Мысалы қараңыздар, SFL матиктің сетінде, яғни полигонның сетінде. Матик деген монетасы, полигон деген сеті. Одан кейін Avaguchi тоже полигонның сетінде, Age of Farming Vax'та,
Pokemon, Binance Smart Chain'де, Last Sellers Vax'та, Titan Arena и Heroes Empire тоже Binance Smart Chain'де. Ал Let Me Speak бұл Solana'да. Менде ең бірінші проектім Solanaға кіріп тұрған. Қазір Let Me Speak ашамыз біз. Міне Let Me Speak ашамыз. Marketplace'ына кіреміз. Marketplace'ында қазір осы жерде бар екен негізі менде. Міне ең арзан lowest price. Ең арзан персонаж қазір $93 тұрады. Бірақ бұл персонажды алудың қажет жоқ. Себебі көргендеріңіздей бұл 78 күн-ақ қалған. Яғни 120 күннің 78 күні ойнап тастаған. Мен бұны қазір толықтай сіздерге айтпай қояйын, себебі бұл міне соңғы видео мен именно осы Let Me Speak жайлы шыққан. Бұл жерде мен барлығын түсіндіріп бергем, қандай персонаж таңдау керек, қандай персонаж алса болады деп. Қазір персонаждар қымбаттап жатыр, бірақ токеннің ценасы әлі өскен жоқ. Қараңыздар. Мен соңғы видео түсіргенде мен 0.030 цент еді токен ценасы. Қазір 0.026 цент. Яғни токен ценасы өскен жоқ, бірақ персонаждар өте жақсы өсті. Қазір былайша айтқанда нулевой персонаж сіз қаншаға сатып ала аласыз? Мысалы левел. Мен 120 күні бар, кәдімгі визасы әлі жоғалмаған персонажсыз. Персонажды сіз $106 сатып ала аласыз. Ең аз дегенде $106 сатып ала аласыз. Ал менің персонажым тоже уақыты біраз өтті. Мысалы қазір көреміз. Play and earn. Міне менде тұр. Көргендеріңізде менде 111 күнім қалған. Мен яғни примерно 9 күнде ойнап тастадым. Менде 9 күнде $20 таптым. 9 күнде $20 таптым. Бұл жерде 17.66 деп тұр. Менде фантомда тағы да примерно 50-60 токендей бар. Яғни бәрін қосқанда $20-ға жетіп 19-да 80, 19-да 90 болады қазіргі курспен. А если курс сәл өсетін болса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Мен примерно 9 күнде осынша таптым. Бір айда ақтап алалам. Бірақ менде қазір ой болған, тағы бір персонаж аламын ба деген. Себебі шынымен ағылшынша кәдімгідей үйреніп қалады екенсің. Бірақ $106 қымбат сияқты, примерно $90 қайтадан персонаждар түсетін болса, мен әрине міндетті түрде тағы бір персонаж аламын бұл жерге. Сол үшін бұл жерде әлі ешқандай жасалмаған, мысалы қанша ақша тапқанын жазылмаған, әлі ештеңе жазылмаған. Себебі менде ақша токенмен тұр. Мысалы менде ақша бар, қазір $20 бар, бірақ токенмен тұр. Мен токенді USDC, яғни долларға айырбастағанда ғана жазамын ол жерге. Себебі токен любой уақытта құлап кетіп, менің тапқан ақшам бұл жерде өтірік болып қалуы мүмкін. Сол үшін мен бірінші ақшамды айырбастап, Binance-қа немесе басқа биржаға шығарам, сол кезде ғана жазамын тапқан ақшамды. Ал енді дәл қазір мен қандай ойында екенін осы Let Me Speak, Age of Farming, SFL, сосын Potato. Potato деген ойында тоже барлығы жақсы ақша тапты, мен бірақ жоғалттым. Әлі жоғалтқан жоқпын, әлі ойындамын мен, бірақ жоғалтуым мүмкін. Себебі Potato деген шынымен топовый ойын шықты. Менде 2 персонаж бар, 2 helper бар, 2 тамақ бар. Тамақтар мен арзандау алдым, бірақ персонаждарды қымбатқа алып қойдым. Мысалы қараңыздар қазір. Бұл жерде тоже прикол болды. Potato қазір жақсы дамып келеді. Мен көргендеріңізде 2-ші орында тұр рейтингі бойынша. Chartersқа кіреміз. Міне дәл қазір осындай helper, яғни көмекші, $1.25 тұрады. Мен осы ценаларын алдым, ол нормально. Көк деген яғни біздің поварымыз. $6 тұрады, ең арзан повар. Ал мен қанша қалдым? Мен бір поварды $15 қалдым, бір поварды $30 қалдым. Мысалы детальға кіретін болса қараңыздар. Міне поварлар өте қымбаттан келіп жатқан. Барлығы жерде ойын шықпай тұрып повар арзан болады. А бұл жерде керісінше болды. Повар ойын шықпай тұрып қымбат болды, ойын шыққаннан кейін арзандап кетті. Мен ойын шығарға бір күн қалғанда алдым, қателеспесем. Міне бірінші персонажда $30 қалдым мен, одан кейін екінші персонажда $15 қалдым. Осы жерлерді алдым, қателеспесем. Осы жерлерді алдым. Сосын повар қымбаттады, $20 дейін барды ценасы. Ең қымбат сатылған повар 77, бұл өтірік, себебі ойын шықпай атта сатылған. Мен плюс-минус $20 барды, мен $20 сатпадым поварымды, $5 плюста, ал бір поварымды $30 алғанмын. Менде 3 повар бар, 2 поварымды $30 алғам, өтірік айтпай қояйын, бір поварымды $15 алғанмын. Сосын диш тамақ. Тамақ қазір $9.95 тұрады. Мен примерно $10 айналасында алдым тамақ. Міне осына 48 бакс қалдым, тоже екінші тамақ тоже 50 баксқа ма алдым, бірақ екінші тамақ қазір кимчи алғам, қазір $13 тұрады екен, ең арзан кимчи. Міне тамақтардың ценасын көрсек, тоже осындай. Тамақтар қымбаттаған. Мен бірақ осы жерлерді алдым $9-ға.
Бірақ көргендеріңіздей $20 да ценасы сатылған, $20 да сатылған ең қымбат тамақ $33 сатылған. Мен тамақ сататын ойым жоқ, себебі ойыннан шығатын болсам, ойыннан шықпаймын, мен тамақ керек болады. Мен ойыннан қай уақытта шығам? Мен ойыннан тек қана менің куктарым қымбаттаса ғана шығам. Яғни мен поварларым дәл қазір қайтадан $30 жететін болса, мен ойыннан сол кезде шығуым мүмкін. Дәл қазір шығатын ойым жоқ. Себебі қараңыздар, барлығы бұл жерде қымбаттады, бірақ именно мен ағам повар қымбаттамай қалады ғой. Қарасаңыздар, мысалы қазір көрейік осы жерде. Міне тамақты өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне алған, осы жерлерді алдым мен $9-ға, $10 алдым деп айта берейік. Қымбаттаған $21 дейін барған ценасы. Ең қымбат тамақ $28 сатылған. Одан кейін мысалы поварлардың өздеріне алып көрейік. Мысалы қараңыздар, мен поварым ең арзан повар. Мына мысалы шефті алсаңыздар, шеф қараңыздар, $114 тұрады. Мен шеф $100-ға, сол кезде шеф, мен ана поварларды $30-дан алып жатқанда шеф $100 тұрған. Ну, зачем шеф? Мен просто ойында екеуі почти жұмыстар ұқсайды ғой, дегенде мен сол кукты ала салдым. Ал шеф ол кезде $100-дан тұрған. Бұлардың барлығы средний ценалары. Міне ең арзан шеф $114-ға сатылған екен. Яғни сол $114-$115 тұрды ол кездерде. Одан кейін қараңыздар қалай қымбаттады. Ойын шығады, қымбаттайды. 224. Ең қымбат шеф $312-ға сатылған. Примерно $300-ға дейін қымбаттады. Мен сол кезде шефті $114-ға алып $300-ға сатып жіберуге болатын еді, бірақ мен кук аламын ғой. Сөйтіп кук алған үшін мен қазір минуста отырмын пататода. Бірақ патато деген ойын маған плюс-минус ұнайды. Екі поварымды қазір жұмысқа салып қойдым мен, ал басқа екі поварым қымбаттап кетсе деп инвентарда тұр. Міне повар мен хелпер деген помощнигі. Яғни бір повар, бір хелпер жанында тұр. Ойын қазір ценасы тоже Алкорда жаман емес, жақсы. Міне MRP $0.21 сатылып жатыр қазір. Торговать етіліп жатыр. Бірақ $0.50 жарты вакстан да торговать етілген кез болды. Бұл вакспен. Яғни бір мысалы 0.18 қазір ең арзан 0.18 болып тұр. Қазір қарасақ, міне почти жарты вакстан сатылған кез болды токеннің. Бірақ былайша айтқан кезде, курс жақсы, курс жаман емес. Бірақ болашақта бұдан да жақсы болуы мүмкін деп ойлаймын. Әлі ойын жаңа, себебі 2 күн, 3 күн болды шыққанына. Болашағы бар деп ойлаймын мен өзім енді. Ал енді соңғы SAR деп аталады. SAR деген ойын әлі шықпады. Шығу уақыты 6-сы. Яғни 4-ті, 5, 6-сы ертең шығады. Ертең SAR-ға міндетті түрде өзіне жеке ролик түсірем. Міндетті түрде түсірем. Себебі SAR қазір жақсы ойындардың бірі. Мен 205 ваксқа алғанмын. Қазір кіріп көрейік. Менде инвентарда екеуі де тұр. Жаңа көрген боларсыздар. Инвентарды ашсақ, қараңыздар. Міне 2 перс тұр. Осындай перс и осындай перс. Мысалы, листинг маркетке шығаратын болсақ, менің алған ценам міне $20 алған. Мен 95 ваксқа алғанмын. 95 ваксқа алғанмын. Қараңыздар енді. Екеуінде плюс-минус сол ценалардан алдым. Қазір SAR. Етилар. И рарка. Мен камон команданы рарка алдым. Сразу себебі пататода мен камонка алғаным үшін минуста отырмын. Сол үшін енді рар алайын деп рар алдым. Ловесқа кіреміз. Рар деген бұл рейтингтары, типа камонка деген сәл слабылау, рар деген одан жоғары, эпик деген одан жоғары, легендарный деген ең мықтысы. Мысалы рар алдым мен. Екеуінде $20 примерно $40 алдым. Міне біреу осындай, екіншісі осындай. Дәл қазір қарасақ $36 тұрады. Мынау $37 тұрады. Енді мен біреуін қазір сататын болсам, мен $30 чисто табыс таба аламын. Мысалы қараңыздар, мен $20 алдым. Үстіне $15 көрем. Кішкене комиссиялар бар. Атомиктің мына артындағы $1,5, $2 артындағы $2,5 комиссия деп алған өзінде мен $30 плюсқа сата аламын. Қазір бірақ ертең сатамын мен біреуін. Мен бұл ойынға кіретін ойым жоқ, себебі мен итак 2 ойында отырмын, 2 ойынның өзі жетеді маған. Мысалы мен ертең пататодан шығып кететін болсам, мысалы қазір осы картошка пататодан шығатын болсам, мен SAR-ға міндетті түрде кіремін. Ал пататодан шықпасам, мен отыра берем. Age of Farming'тан қазір шығатын ойым жоқ. Мүмкін пататодан шығып кетемін.
сөйтіп сарыға кіремін. Себебі үш ойын маған шынымен ауыр. И то SFL бар, Let Me Speak бар, SFL бар, мысалы Sunflower бар, сосын Let Me Speak бар, одан кейін Potato бар, одан кейін Age of Farming бар. Яғни 4 ойында дәл қазір отырмын мен. Бесіншісіне тағы да кіретін болсам, ол шынымен ауыр. Лучше маған фрикбет етіп кетіп қалған дұрыс. Сол үшін мен ойымша $40 сат жер аламын деген ой бар. Мен енді CryptoFarms'тағылардай қателік жасамау үшін, мысалы CryptoFarms, Sellers World'та мен үлкен қателіктер жасадым, себебі $40 бір NFT алып, $300-400 сат жеруге мүмкіндік болған, бірақ мен олай жасамадым, ерте сатып қойдым. Сол үшін мен былай істеймін енді. Мысалы, мына бірінші персонажымды ертең $40 құртамын, $40 сат жерем, құртпаймын, $40 сат жерем. Одан кейін екінші персонажым ойын шыққаннан кейін 2-3 күннен кейін сатамын. Яғни, былайша айтқанда, ойын шыққаннан кейін мүмкін ол $100 көтеріліп кетуі мүмкін, мүмкін керісінше $15 болып қалуы мүмкін, бірақ бірінші персонажыммен мен өзімнің ақшамды, салған ақшамның барлығын шығарып аламын. Сол үшін екінші персонажды мүмкін арзанға сатсам, болмаса ойын шынымен де күшті шығып, барлығы жақсы шығып, қымбаттап кететін болса, қымбатқа сатамын. Бүгінгі видео жалпы осы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, мен телеграм-каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Крипто жайлы кез келген сұрақтарыңызға мен қуана жауап бере аламын.